Адам көргіші берек деген осы. Саған костюм жақсы жарасады. Барак Обаманың өзісің. Рас па? Маған ынтық екені көрініп тұр. Барак Обама дейді. Міне керемет. Бұл сізді, мысалы, Саркози немесе Шарль де Голль дегенмен бірдей. Әй, не істеп жатырсың? Төменге түс, концерттен құрғыласың. Жайма қалдыршы. Әлгі күндерің келіп жатыр ма? Кетшей. Ой, не болды? Элиза. Элиза. Оу. Маған тиіспе. Элиза, саған не болды? Не болды деймін саған? Мынаны қайдан алдың? Ивоннаның сөмкесінен. Имодиум? Сондағы мақсатың не? Өлгің келді ме? Енді 3 ай үлкен дәретке отыра алмайсың. Кет дедім ғой саған. Тоқтай тұр. Сен долипаранда ішкенсің бе? Болды, бітті. Өлесің енді. Жедел жәрдем шақырайық ба? Не үшін бұның бәрі? Бастиан үшін. Оған не бопты? Ол мені тастап кетті. Онысы аз болғандай мазақ етті. Мені жезөкше деді. Онысы бекер енді. Бәрібір мен өліп қалсам, бәріне жақсы болады. Бос сөз, қайдаған айтпа. Жүр, қонақтарға барайық. Оған барып сөйлесіп көрші. Кіммен? Бастианмен. Ақшасын төлейін. Ақшасын төлеген несі? Есің дұрыс па? Сендердің ұрыс келістеріңнен басқа жұмысым жоқ па? Өтінем. Бастианға барайын ба? Ақшасын төлеп бересің бе? Сен кіммен сөйлесіп тұрғаныңды білесің бе өзі? Өтінем, Дрейс. Қанша бересің? Ақымақ. Иә, өзіндік манері бар. Жазу ерекшелігі де бар. Бірақ дебютант үшін 11 мың тым көп. Иә. Бір жағынан сатып алмасам, бір жылдан кейін бағасы 30 мың болып кетеме деп өкініп қалам. Сосын сен айттым ғой дейсің. Солай ма? Иә. Сонымен Лондонда шығарыла ма? Одан кейін Берлинде. Берлинде де ме? Мәссаған. Енді білмеймін. 11 мың деген көп. Жарайды, шыныңызды айтыңызшы. Оның біреуі бар ғой. Фред,